Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған бірнеше рет қазақ еліне деген құрметін ашық білдірген. Ол, қазақ біздің бауырлас халқымыз. Қазақтар түркі дүниесінің алтын көпірі. Қазақстан біздің жүрегіміздегі бауырлас мемлекет, деп қазақ халқына деген ыстық ықыласын бірнеше рет жеткізді. Ердоған үшін Қазақстан тек экономикалық әріптес емес, рухани және тарихи туысқан ел. Осы туыстық негізде соңғы жылдары Тұран одағы идеясы белсенді түрде көтерілуде. Бұл одақ түркітілдес елдердің әскери, экономикалық және мәдени ынтымақтастығын көздейтін жобалардың бірі. Қазірдің өзінде түркі мемлекеттері ұйымы деген атаумен Түркия, Қазақстан, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, сондай-ақ бақылаушы ретінде Мажарстан және Солтүстік Кипр бірлесе жұмыс істеп жатыр. Тұрандағы құрылса, оның құрамындағы елдердің халық саны жалпы есеппен шамамен алғанда 90 миллионнан асады. Оның ішінде Түркия, Өзбекстан және Қазақстан негізгі 3 ядро болмақ. Бұл демографиялық қуат жағынан Еуропаның кейбір державаларынан артық деген сөз. Экономикалық күші. Экономикалық тұрғыда бұл елдердің жиынтық ішкі жалпы өнімі 4 триллионға жуық болуы мүмкін. Түркия өнеркәсіптік держава, Қазақстан шикізат пен энергия көзі. Әзербайжан мен Түрікменстан газ және мұнай экспорттаушы. Ал Өзбекстан мен Қырғызстан ауыл шаруашылығы мен стратегиялық транзиттік торап. Бірігіп әрекет етсе, бұл мемлекеттер экономикалық блок ретінде Еуроодақпен де, ЕАЭО-мен де тең деңгейде сөйлесе алатын күшке айналуы ықтимал. Әскери қауқары Тұран одағы әскери тұрғыда да әлеуетті. Түркия НАТО-ның екінші үлкен армиясына ел. Бұл ел соңғы жылдары дрон, зымыран және әскери технология саласында алпауыт ойыншыға айналды. Ал Қазақстан мен Өзбекстан да Орталық Азияда қуатты армияға ие. Егер ортақ қорғаныс альянсы құрылса, ол бірлескен әскери күші миллионға жуық сарбазды қамтуы мүмкін. Бұл әлемдегі алдыңғы қатарлы әскери одақтардың қатарына енуге мүмкіндік беретін көрсеткіш. Географиялық жағынан Тұран одағының аумағы 9 миллион шаршы шақырымға жуық. Бұл жер көлемі бойынша Ресей мен Қытайдан кейінгі алдыңғы қатарлы үштікке кіруі ықтимал. Мұндай ауқымды территория логистика, ауыл шаруашылығы, әскери база мен транзиттік артықшылықтар береді. Қай державалардан мықты болады? Тұран одағының нақты бір мемлекеттен күшті болу-болмауы әрине көп факторға байланысты. Дегенмен, егер бұл бірлестік шынайы интеграцияға көшсе, онда ТМД елдерінің көпшілігінен, Араб әлемінің жекелеген мемлекеттерінен, Еуропаның шағын және орта мемлекеттерінен, Тынық мұхит аймағындағы кейбір елдерден экономикалық, әскери және стратегиялық жағынан қуаттырақ бола алады. Тұран одағы тек арман ғана емес, нақты жобалануы мүмкін болашақ. Егер түркі жұрты бірлік пен келісімді сақтаса, жаңа геосаяси күшке айналуы ықтимал. Ал Ердоғанның қазақ халқына деген құрметі мен Түркияның көшбасшылық рөлі осы жолдағы маңызды факторлардың бірі. Осындай тарихи саяси сараптамалар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.